Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге қызыл мақпал тортының рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Ұнымызға какаомызды салып араластырып, қантымызды қосамыз, араластырамыз. Содан кейін жұмыртқамызды қосамыз, майды қосамыз, сары май және сұйық май қосасыздар. Бәрін қосып араластырып аламыз. Айранымызға красителімізді қосып араластырамыз, дайындап қоямыз қасына. Құрғақ заттарды ең бірінші қалақшаның көмегімен араластырамыз. Айранымызды қосып, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Қалақшамен араластырып болғаннан кейін, осындай қолдың миксермен миксерледім. Осылай миксерлейсіздер, қанты бәрі еріп, біркелкі масса болғанша. Дайын болған бисквитімізді формамызға құямыз. Менің формам 22 диаметр, 24 диаметрге дейін осы пропорцияны қолдансаңыздар болады. 180 градуста духовкада 45 минут піседі. Міне бисквитіміз пісіп шықты. Пісіп шыққан бисквитімізді 2 сағатқа суытып аласыздар. Содан кейін 3 бөлікке бөлесіздер. Бетіндегі шапочкасын бөліп алып, мен блендердің көмегімен өткізіп, ұн тақып дайындап алдым әсемдегенге. Солай жасасаңыздар да болады. Бисквиттарымызды дайындап қойып, ұнтағымызды блендерден өткіздім. Енді кремімізді дәлізге 33% сливки қажет. Творожный сыр 220 грамм, мен хохландтікін қолдандым, және қант ұнтағы. Кремнің пропорциясын астына жазып қойдым, видеоның астына. Бәрін венчиктің көмегімен өстіп миксерлейміз. Миксерлеген дайын болған кремімізді тортқа жағамыз. Өзіңіздер көріп тұрғандағындай жасайсыздар. Міне өстіп кремін жаққаннан кейін, жаңа дайындап қойған бисквиттің ұнтағын жан-жағына сеуіп, бетіне сеуіп әсемдесеңіздер де болады. Достар, видео ұнаған болса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Бақыт Аманжолқызы. Әрде басқа рецептермен сіздермен бөлісіп, сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Сау болыңыздар.